сәлем достар, сіздермен бірге Аралбаева. Қай қалада 2000-ға жуық адам жер астында өмір сүреді? Яғни Куберпеде қаласы туралы айтатын боламыз. 2000-ға жуық адам жер астында өмір сүріп жатыр. Бүгін Аустралиядағы жер асты қаласы туралы деректермен бөлісетін боламын. Куберпеде аталатын қала жылтыс тастардың, яғни опал астанасы саналады. Бұл жерде әлемдік қордың шамамен 30% шоғырланған. Ал аймақтың Куберпеде атауы жер астындағы ақ адам деген мағынаны береді. Ауа райының қолайсыздығы, яғни ыстық пен шаң кесірінен тұрғындар қазылған шахталарға қоныстана бастайды. Ішін сәндеп, түрлі жөндеу жұмыстарын жасау арқылы тұруға қолайлы етіп, тіпті қаладағы инфрақұрылым да жақсы дамыған, тек ауыз су тым қымбат. Қалада жер асты шіркеу мен зират бар. Куберпеде бүгінде Аустралиядағы танымал туристік орындардың бірі. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.